Сәлем достар, бұл Epic Oljas каналы. Бүгін мен топ 7 ең мықты Mortal Kombat'тағы кейіпкерлерді айтатын боламын. Алдында мен Люканның историясын және де кім болған айтқам. Оң жақ углда тұр, үстіңгі оң жақ углда. Және де видеоны басталмас бұрын каналға подписаться етіп, лайктарыңызды қойып кетіңіздер. Ал біз кеттік. Айтпақшы тұра тұрыңыздар. Менің каналымның 40% подпискасы көреді екен. Соны айтайын деп едім. Сонда менің 1000 подписчигім болса 400 подпискасы көреді. Сол үшін каналға подписаться етіп, лайктарыңызды қойып кетіңіздер. Ал біз кеттік. Давай. Екінші орын, ол Скорпион. Неге дейтін шығарсыздар? Бұл ең сүйікті емес, ең мықты кейіпкерлер. Ал Скорпион оның 7-ші ғана. Алда әлі қаншама мықтылар бар. Скорпион туралы не айтсам болады? Скорпион ең бірінші кейіпкерлердің бірі. Именно Скорпион Mortal Kombat 1-ден бері бар. Ол мықты, қылышы да бар, портал да бар, себі да бар. Неге 7-ші орын? Өйткені сол. Неге екенін білмеймін. Осы адамдардың көбісіне Скорпион орнайды. Сыртқы келбетінен ба, ода бәрі бар. Неге? Білмеймін. Скорпион мықты ма? Скорпион мықты. Неге десең, қылышы, портал, теп, бәрін айырады. Ойнаған кезде де легкийде тұра ма, сондай. Ал біз жақсы. Келесіне көштік. Алтыншы орын, Sub-Zero. Олжас, сен кішкене қуасың ба? Әлде сен больницаға апару керек ба? Неге Скорпион емес, неге Sub-Zero? Sub-Zero маған ұнағаны үшін емес, хронологиясы айтып тұр оның мықты екенін. 9-да Куай Лян мен Ханзо Хасаши. Сөз жоқ, Куай Лян Скорпионды өлтірейін деп жатқан кезде киборгтар алып кетті және оны киборг қылды. Содан киборг Sub-Zero пайда болды. Ал Sub-Zero өзіне келетін болсақ, Mortal Kombat 2-ден бері бар. Көбінесе бірінші рет Sub-Zero мен ойнаған балдар Скорпионға қарағанда управлениесі оңайырақ және комбосы да күшті дейді. Айтпақшы. Тоқтай тұңдар. Sub-Zero'ның шәкірті де бар. Ол Frost. Ал Скорпионда ол да жоқ. Ал айтып болсам, келесіне күшті. 5-ші орын, Кейси Кейдж, болмаса Кассандра Кейдж. Соня Блейд пен Джонни Кейджтің қызы. Неге? Бұл қыз сонда Скорпион мен Sub-Zero'дан да мықты болғаны ма? Неге Скорпион мен Sub-Zero'дан мықты болғаны? Өйткені Шинникті жеңгені. Болмаса мен оны 10-ші орынға қойып тастайтын. Давай, келесіне көштік. Хроника. Неге? Өйткені білмеймін. Қалжыңдаймын. Хроника ол осы Mortal Kombat 11-дің басты кейіпкері. Сол күшімен Люкан, Скорпион, Шау Кан, Соняны, Китана, Джейдті өткеннен алып келді. Mortal Kombat 9-дан тойысты. Күші көп болғандықтан оның қол астында Люкан да болды. Кун Лао да, Герас, Цетрион, Китана да. Өкінішті-ақ, әрине. Сондай қарсыласын өліп қалғаны. Басқа не деймін? Біз келесіне көштік. Ал 3-ші орында Шинник. Шинник Mortal Kombat 2-дің басты зұлымы. Mortal Kombat 1-де Шансун, Mortal Kombat 5-6-ларда білмеймін, Шау Кан, ал Mortal Kombat 11-де Шинник. Шинник Хроникадан да мықты, Рейденден мықты деп айта алмаймын енді. Көбі айтады. Не үшін Кейси Кейдж Шинникті ұтты, ол демонический силасы деймі, сондаймен түрі еді дейді. Қалай дейді. Бірақ Кейси Кейджтің өзінің әкесінен қалған
бок дейма сондай күші бар, жасыл күш. Соның арқасында шындықты ұтты. Бірақ та ол фантастика сияқты көрінеді, бірақ та бұл шын. Ал көп айтып кеттім ба? Жақсы, біз келесіне кеттік. Ал бұнда менің жақсы көретін персонажым Люкан. Әрине Люкан. Люкан болмаса кім? Шансунды жеңген кім? Люкан. Шауканды Mortal Kombat 9-да жеңген кім? Люкан. Mortal Kombat 11-де Хрониканы жеңген кім? Люкан. Люкан ешкіммен де салыстырмай қойыңыз. Люканның көк көзі, татуировкалары бар. Және де айтқан, Люкан не үшін деген Китанамен қосылмайды деген. Ал осында жауабы бар, Китанамен қосылды ақыры. Енді Mortal Kombat 12-ні қанша жыл күту керекін білмеймін. 5 жыл күтетін жармыз. Міне. Көбі осы жерді күткен жар осы сәтті. Бұғанға да жеттік. Ал біз келесіне кеттік. Ал бірінші орын ол. Таппадыңдар. Нифига таппадыңдар. Ол коллектор. Қалжыңдайым. Ал осы жарысымыздың жеңімпазы әрине ол Рейден Бок Рома. Бұндай адамға кім теңей салады? Тіпті Люканның өзі теңей салмайды ғой. Тіпті Люканды да күйдіріп жіберді. Шиніктің де басын шауып алды. Қызыл найзағаймен. Рейден. Ең бірінші персонаж. Ең мықты. Mortal Kombat Рейден жоқ болса не болардың еді? Шаукан, Люканды өлтіріп тастайтын беді, Хроника, Скорпионды өлтіріп тастайтын беді, Шансун бәрін өлтіріп жүретін беді. Кім біледі? Ешкім білмейді. Және де Рейден. Ал мен ешкімнің персонажы жаман, анандай дегім келіп тұрған жоқ. Әркімнің өз таңдауы бар, өз еркісі бар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер ұнаса, лайктарыңызды басып, подписаться етіп кетіңіздер. Ал мен кеттім.